Үйіңіз қайда? Үйіңізді көрдіңіз бе әнемді? Тұрып жатқан үйін. Қайта-қайта шығарған ұят шығарған. Сыртты ұят емес, неге ұяласың? Үкімет ұяласын солай тұрып жатқаныңызға. Конструктивное решение. Тағы да. Міне мынандай картон үйде тұрып жатыр қазір. Бала шағасымен. Өзі баспанасыз. Бұны қуатамыз деп күнде келіп, естерін шығарып жатыр, шындап келгенде. Бұл кісі бізге келіп, көмегін сұрап, енді айтыңыз, қалай осы шаңырақ не көмек, не үміт күтіп жатыр? Айта беріңіз енді. Баспанасыздығыңыздың бәрі. Бізге келген 6 жыл болды. Аты жөніңізді қайда? Аты жөніңізді айтыңыз. Біз Липаева болып келеміз. Липаева өзім 2 балам бар, 2 келінім, 3 немерем бар. Бәріміз осы шаңыраққа келгелі 6 жыл болып 7 жылға таяп. Құрсанымыз үйінде тұрғанбыз, 2-ші шаңырақ сайда. Олар өздеріне үй алып кеткесін көктемде су алды. Біз мынандай үйге кіруге тұра келдік, картоннан үй салдық. Фундаментіміз бар, жеріміз бар, 2 жер, 2 фундаментіміз. Сатып алғанбыз деп айтыңыз? Иә, сатып алғанбыз өз кезінде, сонымен үй салуға ары қарай шамамыз келді. Бір үйіміз құлап қалған, 2005-тен бері жатыр құлаған жерде. Оған әлі комиссия кірмеген жоқ. Мына әзірге бір баланың үстіне жүріп жатырмыз. Үй салуға жағдай жоқ. Кімдерге бардыңыз енді? Көмек сұрап? Біз барлық партияларға, барлық жаңағы Мансұрдың өзіне, Бағдат Мансұрдың өзіне 3 заявлениеміз жатыр біздің алдымызда. Басында 32 деп жалпы спискпен кірді. Одан кейін 65 болды, одан кейін тағы 15 деп сөйтіп жазып жатырмыз. Барлық заявлениеміз сол жерде бар, қаралған жоқ. Бірақ аты жерде айтады бізге, сіздерге әлі фундаментке қарамаймыз деген. Сонымен шаңырақ қоғамдық бірлестігіне қайдан естіп келдіңіз? Сол суға кеткелі бері осы кісілерменен біргеміз. Бұл кісілерде жағдайымыз негізі алдыңғы суға кеткен үйлерді жіберейік, одан кейін қалар деді. Соныменен кейін екіншісінде тағы жүгіріп едік, ол кезде тағы да қарамады. Басқа бір 12 үйге біреулер инвалид, мектеп мұғалім, сондай бар. Үшінші тағы келіп отырмыз. Мына балам уже бір айдан кейін әйелі босанады. Сонымен енді осы үміттеніп осы шаңырақ қоғамдық бірлестігінен жүрсіздер. Қоғамына уже біз бір жетіде уже 2-3 реттен келеміз. Біргеміз ғой негізінде. Айдан бері осы шаңырақ қоғамына арызымыз да бар. Бірге жүрміз. Енді сол Алатаудан енді үй береді деген үмітіңіз бар ма? Үмітіміз бар.